Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз сіздермен Әбілқасымов 8 сынып алгебрасының 12-ші есебін бірге шығаратын боламыз. Алдымен біз екеуіне де ортақ бөлім береміз. Мынаған бірден, ал мынаған мынаның алымында тұрған өрнекті 2-нің маңдайына берем. X қосылған 4 деп. Сонда біз бөлімін тастап кетсек болады, тек алымымен ғана жұмыс жасаймыз. Себебі бізде бұл теңдеу. X квадратқа бірді көбейтсем, x квадраттың өзі минус 2x минус 8 тең 0-ге. Бізде қарапайым квадрат теңдеу шықты. Вет теоремасымен шығара салсақ болады екен. Көбейтілгенде 8, қосқанда 2 шығатын, 2 бізге сан керек. 4 пен 2-ні алсақ болады, бірақ бізге мына жерге таңбасы керісінше таңба болу керек. Көбейткенде минус 8 болу керек, қосқанда плюс 2 шығу керек. Демек, мен жаза салайын, x1-дің мәні 4-ге тең, x2-нің мәні минус 2-ге тең. Бұнда тоже ортақ бөлім береміз. Мына шекесіне 2-ден берем. Мынаған 2x қосылған 3-тен беретін болам. Сонда тағы да бөлшектің бөлімін тастап кетем, тек алымен ғана жұмыс жасайым. Бұл жерде не көріп тұрмыз? 2x квадрат пен 2x квадрат бізде қысқарып кетеді. Себебі біреуінің алды минус, біреу плюс. Екеуін азайтқанда мәні 0-ге тең. Бізде минус 3x қалды. Минус 3x тең болады 0-ге. 0-ге кез келген санды бөлсек, бізде x-тің мәні неге тең болады? 0-ге тең. Бізде бір ғана жауап болады екен. Ой болса ары қарай кетейік. Бізде мұнда біреуінің асы 4, біреуінің асы 2. Демек мұнда 2-ден берем, мұнда 1-ден ғана берем. X квадрат минус 4 минус 4x. Мен 1-ден көбейтіп жатырмын, балалар? 1-ден көбейтемін. Минус 6 тең болады 0-ге. Енді ұқсас шамаларды жинап аламын. X квадрат өз тұра береді. Минус 4x тұрады. Бізде 4 6-ның досы. Демек, екеуінің алдында минус бар. Қосылып кетеді. 10 болады екен. Мұнда мен берсек есебіміз вет теоремасынан келмек. Міндетті түрде дискриминантқа саламыз. Бұның квадраты, 4-тің квадраты, минус 4 көбейтілген 1, көбейту минус 10. Сонда 16 қосылған 40 тең болады 56-ға. Дискриминант 56. X2-ні тауып аламын. X1 тең, плюс 4, плюс түбір астындағы 56 бөлінген 2 формула бойынша. Енді мына жерде 56-ны 2 санның көбейткіші ретінде жүктеп алсақ болады. Сонда 4 қосылған түбір астындағы 4 көбейтілген 14 деп алсақ болады. Астында 2 тұра береді. Және мына жерде біз жақшаның сыртынан не істесек болады? 4-ті шығарып жіберсек болады. Сонда жоқ, өтірік айтам, 2-ні шығарып жібереміз. 2 қосылған түбір астындағы 14 қалады, және 2 қалады. Сонда 2 мен 2 қысқарып кетеді бізде. Қосылған түбір астындағы 14 деген жауап қалады екен. Ал x2-нің мәні тура осындай, тек мына жердегі таңба басқа болады. Арқарай екінші есепті шығарамыз. Мынаның төбесіне 3-тен берем, мына шекесіне x қосылған 2-ден беремді, бөлімдерін тастап кетем. Сонда 1-ден жасам да болады, болмаса 3x-тің квадраты қосылған 12x минус 2x-тің квадраты, мына минус қойылады, 4x тең болады 0-ге. Ұқсас шамаларды біріктіріп аламын. 3x квадрат пен 2x квадрат бізде азайтылып кетеді, x квадраттың өзі қарады. 1x квадрат қой, алдында бірді жазбаймыз. 12x-тан 4x-ті азайтып тастаймын, бізде 8x қалады. Тең болады 0-ге. Енді біз ортақ көбейткіш жақшаның сыртына шығарам. Ол бізде x қосылған 8 тең болады 0-ге. Сонда жауаптарын жаза қояйын. x1-нің мәні 0-ге тең болады. x2-нің мәні қалай болады екен? 8 мына жаққа өтеді де минус 8-ге тең болады екен.